Жеке өмір сүре алатын рухқа сену күллі әлем халықтарына тән болған. Тарихта ол анимизм деп аталады. Жын, дию және періге сену Орта Азия және Қазақ даласын мекендеген ежелгі тайпаларға да тән. Қазіргі қазақ тіліндегі дәу мен дию сөздері ертедегі діни ұғымынан қалған атаулар. Ежелгі замандардағы көшпелер дәуірінде бақсы мен шаманның болғаны жайлы деректер бар. Орта ғасырлар дәуіріндегі Қазақстанда абызды пір тұту дәстүрі кең тарағанын біз деректерден білеміз. 13 ғасырда өмір сүрген саяхатшылар Плано Карпини және саудагер Марко Поло орталық Азияның шеткері аймақтарынан ит басты, сиыр сирақты, кеудесімен басы тұтасып кеткен адамдарды көргендіктері туралы жазады. Саяхатшылардың бұл айтқандары дәуде болса бақсыларға ұқсайды. Орта ғасырларға жататын Моңғолдың құпия шежіресінде Найман мен Керей хандары ордаларында әртүрлі соғыс және саяси оқиғалар жайында көріпкелдік айтатын жауырыншылар, абыздар, бақсылар және тәуіптер ұстағаны жайлы баяндалады. Теп тәңірі Шыңғысханның айнымас досы ғана емес, хан ордасының бақсысы да болған. Сонымен Еуропа саяхатшылары көрген ит басты сиыр сирақты қазақ аңыздарында да кездеседі. Қазақ бақсыларының пірі Қорқыт ата, бақсының жыны, перісі мен көріпкелдігі бар деп есептеледі. Жын атаулы жақсы және жаман жын болып екіге бөлінеді. Жақсы жынға періште, пері бір жатқызылады. Олар хайуанаттардың аталары. Ойсыл қара түйенің бірі, қамбар ата жылқының бірі, сексек ата ешкінің бірі, шопан ата қой бірі, ғайып ерен қырық шілтен көзге көрінбейтін қорғаушы бірі. Бабай түкті шашты әзіз Едіге ханның әкесі деп саналады. Ұмай ана босанатын әйелдер мен жас нәрестенің періштесі деп саналады. Қазақ бақсылары өз жындарын ата-бабаларынан қалған мұра деп түсінеді. Сондықтан олар жындарын уақытша басқа бақсыға несиеге беріп, айырбастап, әлде өз мұрагерлеріне мирас ретінде қалдырып отырады-мыс. Бақсылар қиялы жеткенше жындарын адам, хайуанат, құс, әлде фантастикалық жануарлар келбетінде сипаттай береді. Бақсылардың түсінігінше жақсы жындар жаман жындарға қарсы үнемі күрес жүргізеді. Жаман жындар оттан жаратылғанмыз. Егер бақсының көңілінен шықпай қалсаңыз, жақсы жынның өзі жаман жын тобына ауысып кетеді. Бұл пайымдаудан мұсылман діні мен бұтқа табынушылықтың арасындағы бітіспес күресі байқалады. Қазақ бақсыларының сыйынатын пірлері Құранды екені көпе көрінеу. Олардың арасында сулы жерлерді қорғаштап жүретін албасты, көне түріктер заманында Тәңірден кейін тұрған молшылық әйел құдайы Ұмай ана, тіпті ислам дінімен қабаттаса енген шайтан да бар. Ерте кездерде абыздарға жын ретінде қызмет еткен жезтырнақ пен мыстан кемпір кейінірек қиялы ертегілердің персонаждарына айналған. Қазақ ертегілерінің бас кейіпкерлері көбіне осы жезтырнақ пен мыстан кемпірге қарсы шайқасып жүреді. Албасты мен марту босанған әйелдер мен нәрестелерді төңіректейді-міс. Мартудың түрі қазаққа беймәлім, ол адамға көрінбейді деп саналады. Жындардың аяқ баспайтын жері істемейтін ісі жоқ болып есептеледі. Сөйте тұра әр жынның өз кәсібі бар деп саналады. Бұл түсінік адамның әлеуметтік қасиеттерімен үндеседі де, жын туралы ұғымның пайда болуының түп тамырын ашады. Жындардың кәсібі олардың аттарынан айқын айқылады. Жын аттарының ішінде адам есімімен қатар зат пен хайуанат атауларда кездеседі. Осы атаулардың ішінде көне құдай аттарда ұшырайды. Бұл жын туралы түсініктің әр тектілігінің айғағы. Мәселен, көне дәуірдің молшылық құдай анасы Анахита мен оның көне түрік дәуіріндегі баламасы Ұмай ана мұсылмандық салт сана етек ала бастаған кезде
нәрестелер мен толғақ қысқан аналардың қас жауы албастыға айналады. Қазақ бақсыларының жын атаулары көктен түспеген. Олардың бәрі тарихи әлеуметтік дамудың әртүрлі кезеңдерінде пайда болып отырған. Бақсылар өз жындарын сарындарына қосып отырғанға ұқсайды. Өйткені зікір салу үстінде тыңдаушы да оның шығу себебіне назар аудара бермейді. Сарынның негізгі нысанасы тыңдаушыларын жын аттарымен арбап, жұртты соқыр сезіммен еріксіз баурау. Қазақ бақсыларының сарындарындағы жын атауларының екі қайнар көзі бар. Оның бірі даламызда өте ерте кезде пайда болған жерлеу салтымен сабақтас. Бұл жерлеу салтына шамандық түсініктің ықпалы зор болған. Екінші бір көзі дүние жүзілік діндердің демонологиялық қағидаларының категориялары болып табылады.